Фермион деген не? Фермион деген не? Фермиондар бүкіл заттың құрылымын құрайтын негізгі элементар бөлшектер болып табылады. Олардың спині 2-ден 1, 3-тен 2 сияқты жартылай сан. Яғни олар Паuli принципіне тікелей бағынады. Протон, нейтрон, электрон бәрі бұл фермион болып табылады. Жалпы енді фермиондардың басты қасиетін айтып кеттік, жаңада спині жартылай санмен өрнектеледі. Олар Паулидің тыйым салу принципіне бағынады толыққанды. Бұл атомдардың қабатқа бөлінуінің химиялық элементтер жүйесінің және заттардың тұрақтылығының себебінен туындайды. Фермиондардың түрлеріне тоқталып кетсек, бізде жай фермиондар және күрделі фермиондар деп бөлінеді. Енді фундаменталды фермиондар бізде кварктардың 6 түрінен тұрады, және лептондардың да 6 түрінен тұрады. Яғни электрон, мион, тау плюс нейтринолар. Сонымен қосқанда 6. Ал енді құрама фермиондарға тоқталатын болсақ, оларда протон, нейтрон, атом ядроларынан құралады. Енді олар бірнеше кварктан құралған. Мысалы, протон мен нейтрон 3 кварктан тұрады. Осылайша бүкіл әлем фермиондар мен олардың комбинацияларынан құралған. Енді Паулидің принципіне тоқталып кетейік. Фермиондардың ең маңызды қасиеті осы Паулидің тыйым салу принципі. Бұл принцип бойынша екі бірдей фермион бірдей энергия, спин және кванттық нөмірлерге ие бола алмайды. Сондықтан атомдағы электрондар әртүрлі орбитальдарға бөлініп орналасады. Бұл химиялық элементтердің пайда болуына, заттардың қатты болуына, тіпті сіздердің жерден құлап кетпеулеріңізге де бұл әсер етеді. Егер де фермиондар бұл принципке бағынбаса, онда бүкіл материя бір нүктеге сығылып кетеді, яғни деформацияға ұшырайды максималды тұрғыдан. Енді фермиондардың физикадағы рөлі неге фермиондар маңызды? Енді фермиондарсыз атомдар, молекулалар деген денелер болмас еді мүлдем. Химиялық элементтердің әртүрлі болуы электрон фермионның спиніне байланысты болады. Енді бұл жерде жұлдыздардың өмірі де фермиондық қысымға тәуелді. Мысалы, ақ ергежейлі жұлдыздарды құлатпай ұстап тұрған электрондардың фермиондық қысымдары болып табылады. Міне бұл өте қызықты ақпарат. Одан кейін тіпті металдардағы электроөткізгіштігі де осы фермиондардың кванттық қасиеттерінен туындайды. Бұл негізі көптеген адамдар біле бермейді. Енді фермиондар әлем негізі. Неге? Өйткені фермиондар әлемді құрайтын негізгі бөлшектер болып табылады. Себебі олар материяны тұрақты әрі құрылымды етеді. Былайша айтқанда атомдар, молекулалар және барлық денелер фермиондарға негізделген. Түпкі негізі содан. Кванттық физиканың жүрегі деп айтсақ, негізінде артық етпес. Ең маңыздысы фермиондарсыз әлемде ешқандай құрылым, химия, биология немесе жұлдыздар да болмас еді.